Брюс Хьюз, мен Дауvan консультативтік тобының мүшесімін, және өз өкілеттігімді осы іс-шараның екінші спикері. Апертім консультативтік тобының мүшесі Дирк Зеліман мырзаға тапсырамын. Енді мен шынымен де екі кешірім сұрауым керек. Тек біреуі ғана Апертин қорының қызметкері Джозеф Хайт мырзадан. Ол бүгінгі қоңырауға қатыса алмайды. Ол өте бос емес еді, және таяу шығыста болып жатқан кейбір оқиғаларға байланысты бұл біздің кейбір қызметкерлерімізді ренжітті. Күнделіктер. Содан кейін мен серіктесім Дарвиннің консультативтік тобындағы Денис Льюис мырзаның атынан кешірім сұраймын. Оның ұлы, өкінішке орай, бассейнде тайып кетіп, басын сындырып алды, және қазір тігіс салу үшін жедел жәрдем бөлмесіне бара жатыр. Демек, бұл күнделікті өмірде жиі кездесетін нәрселерге тап болатын шынайы адамдар, шынайы өмір. Бізде іс-қимыл жоспары бар, және ол міндетті түрде орындалады. Бұл әскерге шақыру үшін мектепке дейінгі білім беру мекемесіне бір семестрге 1,5 ұпай бөлінеді. Сондықтан, егер сіз үшінші тарап платформалары туралы ақпарат алу үмітімен осы қоңырауға қатысып жатсаңыз, осы платформаларға қосылыңыз. Байланыс сол жерден жүзеге асырылады. Осыны айта отырып, мен тікелей Дауvanға барғым келеді. Нақты ақпарат. Дауvan бағдарламасының бір бөлігі болып табылатын және жолдама бағдарламасына қатысатындар үшін бұл сізге арналған келесі хабарландыру. Наурыз айы Дауvan командасы үшін өте қызықты ай. Өйткені бұл біздің үлкен көлік жүргізу айымыз. Сәуір айында Дубайда Апертим өткізетін іс-шараға барыңыз. Сондықтан мен өз скриншотымды сіздермен бөліскім келеді, және оларға қатысқандардың барлығына ұйымдастырылған 3 акция туралы айтқым келеді. Бұл біздің белсенді мүшелеріміз бен жолдама бағдарламаларымыздан ынталандырулар қойындысына өту үшін Money March Sprint промо акциялары бөлімін басыңыз, сонда бізде бір уақытта 3 промо акция өтіп жатқанын көресіз. Бірінші нөмірлі акция 1 наурыздан 9 сәуірге дейін өтеді. Сондықтан ол қазірдің өзінде басталды. Ал бұл біреуін сат акциясы, бір акция ал. Бұл дегеніміз, сіз белсенді қатысушылар болып табылатындар үшін, дау туралы білім беру, маркетинг және ақпарат таратумен белсенді айналысатындар үшін. Демек, сіз олардың бірі бола аласыз. One Platform платформасындағы өнімдер мен қызметтер. Егер сіз смартботты тұтынушыға бірінші рет сатсаңыз, құны бірдей смартботты аласыз. Сондықтан, науқан 1 наурыздан 9 сәуірге дейін жалғасады. Назар аударыңыз, өйткені бұл тамаша тегін өнім. Ол сіздің тізеңізге тікелей қонады. Спринттің келесі жарнамасы рекрутинг чемпионы деп аталады. Ол сондай-ақ 1 наурыздан 9 сәуірге дейін жалғасады. Және бұл шынымен де Дауvan экожүйесіне ең көп жаңа қатысушыларды жинап жатқандар үшін жарамды бұл жүйе. Ал енді сіз жай ғана Дауvan тұтынушылары немесе пайдаланушылары болып табылатындар үшін олардың алдында осындай акцияларды өткізетін жолдамаларға қуануыңыздың себебі мынада. Токеномика. Сәйкес, блокчейнді пайдаланатын адамдар саны неғұрлым көп болса, Дауvan пайдаланушыларының саны соғұрлым көп болса, сұраныс пен ұсыныстың токеномикасы соғұрлым күшті болады. Ал тұрақты токеномикаға негізделген және тұрақты маржасы бар жоба үшін біз спринттік науқанды жүргізе алатын кез келген уақытта жолдама бағдарламасын пайдаланатын белсенді мүшелеріміздің алдында бұл бүкіл қоғамдастыққа пайда келеді. Сондықтан семинарлар, тренингтер, Zoom қоңыраулары арқылы қоғамдастыққа белсенді қатысатындар үшін қолыңыздан келгеннің бәрін жасаңыз. Рекрутинг бойынша чемпион. Біз 5 жүлдені ұтып аламыз. 1 наурыз бен 9 сәуір аралығындағы ең жақсы рекрутерлер 5 жүлдеге ие болады. Ақырында біз топ жетекшілеріне ынталандыру, қысқа мерзімді ынталандыру жасағымыз келеді. Олар табысқа жету үшін уақыттарын бөлетін адамдар. Тұтынушыларға қызмет көрсету, қолдау көрсету, семинарларына, қолдау көрсету презентацияларына қатысуға, сондай-ақ оқытуға көмектесуге шақырады. Осылайша, егер сіз командаларды қолдайтын болсаңыз, және сіздің командаларыңызда сатылым көлемі артып жатса, сіз өз рейтингіңізді арттыратыныңыз анық. Тағы да біз үздік ойыншыларға 5 жүлде сыйлаймыз. 1-31 наурыз аралығында 5 жүлделі орын ойнатылады. Біз қазірдің өзінде чемпиондық рекрутерлердің көшбасшылар тақтасы нақты уақытта іске қосылғанын көріп отырмыз. Сондықтан, бұл жерде рекрутингпен белсенді айналысатын, өз қызметін кеңейтетін және сатумен айналысатын адамдардың мекен-жайлары көрсетіледі. Және бізде рейтинг көшбасшылары болады. Адам
Адамдар наурыз айында рейтингтерін көтере бастағанда, хабарландыру тақтасы тікелей эфирде жұмыс істей бастайды. Мен сізді шынымен жігерлендіргім келеді. Егер сіз Дау-Ван экожүйесінің бір бөлігі болсаңыз, жолдама бағдарламасына қосылсаңыз, онда бұл өзіңізді шынымен қызықтыруға тамашай. Біз қоғамдастықта дамып, пайдаланушылар базасын кеңейтіп, нарық туралы хабардарлықты арттырамыз. Енді келесі баяндамашыға көшпес бұрын, мен екі маңызды нәрсені атап өткім келеді. 30 күндік жеңілдік кезеңін пайдаланғандардың барлығына рахмет. Бұл Instagram байқауы, әлеуметтік желідегі байқау. Егер сіз Дау-Ван чатыңызға кірсеңіз, бұл біздің Telegram чатымыз. Онда сіз әлеуметтік желілер деп аталатын қойындыны көресіз. Адамдар бізге келіп, 30 күн бойы Дау-Ван да адам туралы жазбалармен, оқиғалармен, жаңалықтармен бөлісті. Күндер, мен баршаңызды құттықтағым келеді. Қауымдастықтың хабардарлығын арттырғанын көру өте жақсы. Мен сізді тағы да сынағым келеді. Тағы 30 күн жұмыс істеңіз. Өз оқиғаларыңызды әлеуметтік желілерде жариялаңыз. Бөлісіңіз және Money March маркетингтік акциясын өткізіңіз. Бұл өте маңызды. Өз орныңды ал. Содан кейін мен сізге идеялар, тренингтер және күнделікті жұмыс әдісі бар 30 күндік жолдама бағдарламасына қосылғандардың барлығына хабарласамын. Дирк Залман мырза екеумізге де қосылғанымызға қуаныштымыз. Біз оны қауымдастықтарда насихаттап жатырмыз. Біз пайдаланушы базамыздың белсенді түрде кеңейіп жатқанына өте қуаныштымыз және бұл үшін жауапкершілікті өз мойнына алғандарыңызға алғыс айтқымыз келеді. Мен әңгіме соңында сізбен қайта байланысып, алдағы нақты қадамдар туралы сөйлесемін. Бірақ мен мұны жасамас бұрын Дирк Селман мырзамен сөйлескім келеді. Ол шынымен де біз бүкіл экожүйемізді құрған технологияны ұсынады. Сондықтан Дирк, әдеттегідей рахмет. Біз сізге көшеміз. Рахмет, Брюс, әдеттегідей рахмет. Мен бүгін бірнеше мың адаммен осында болғаныма қуаныштымын. Осында болғаның үшін рахмет. Дау жалғыз. Дау Один. Біздің Apertum блокчейн жобасының отыны, қозғалтқышы. Бірақ түсініктемелерде не жазылғанын білмейтіндер үшін біз бүгін Дау-Ван номиналын қолдаймыз. Бүгін біз Дау-Ван және Apertum блокчейні туралы сөйлесетін боламыз. Мен сізге көптеген адамдармен сөйлескен кезде жол бойында көрген нәрселерім туралы қысқаша айтып бергім келеді. Өйткені мен ойынға қатысушылардың көпшілігіне арналған тәлімгерлік бағдарламаларындамын. Мен Apertum дегеннің не екенін көргенде, Apertum блокчейн кеңістігінде неге соншалықты маңызды рөл атқарады. Мен сізге кейбір нәрселерді, әсіресе CoinMarketCap сайтындағы бір мақаланы көрсеткім келеді. Осылайша сіз бірінші жылы не болып жатқанын түсінесіз. Біз Apertum блокчейнінің бірінші жылдығын көргенде, біз 2025 жылдың бірінші ақпанында бастаймыз. Енді біздің мерейтойымыз 2026 жылдың бірінші ақпанында өтті. Осы уақыт ішінде не болды? Біз өзіміздің Apertum монетамызды шығардық. Ол газ төлемі болып табылады. Бұл жергілікті блокчейн монетасы. Өткен жылы біз орталықтандырылмаған Apertum DEX биржасында Apertum'ды іске қостық. Осы уақытқа дейін қол жеткізген жетістігіміз. Біз бұл монетамен 8 түрлі биржада, криптовалюта биржаларында, жоғары деңгейлі биржаларда тіркелгенбіз. Деңгей онымен деректермен алмасады. Біз бұл монетаны 8 түрлі биржада орналастыра алдық дегенді білдіреді. Мен сізге мысал келтіремін. Мен Apertum блокчейн сыйлығын алдым. Мүмкін, сіз оны осы жерден көріп тұрған шығарсыз. Бұл өткен жылдың желтоқсан айында Абу-Даби министрлігі алған марапат. Сонымен бірге мен сахнаға шығып, осы марапатқа ие болған кезде, осы іс-шарада басқа адамдар да марапатталды. Болашақта менің ойымда болатын басқа да жобалар. Олардың тұңғыштарын дүниеге әкелгеніне 3 жыл болды. Тізімді жасауға кірісейік. Осылайша сіз бірінші жылдағы 8 тізімі бар Apertum және сол кезеңде жақсы және марапатталған басқа жобалар арасында қандай жылдамдық бар екенін көре аласыз. Келесі 3 жыл ішінде бір биржада тіркелу туралы ойланыңыз. Бірнеше жыл. Сонда сіз жылдамдықты көресіз. Содан кейін біздің бір-бірімізден неге ерекшеленетінімізді түсінесіз. Содан кейін біздің модельдің блокчейн кеңістігінде неліктен кең таралғанын түсінесіз. Осы 8 листингтің арқасында біз қазірдің өзінде 120 миллион трейдер үшін ашықпыз. Жақында тағы бірнеше листинг болады. Бірақ қазірдің өзінде бұл қазір біздің басты міндетіміз емес. Біздің басты міндетіміз смарт келісімшарттарды көбірек тарту. Бірінші жылы біз өз желімізде 530-дан астам смарт келісімшарт жасадық. Бұл біздің тізбегіміздегі смарт келісімшарттарды
өз мақсаттары үшін пайдаланатын жобаларды және оларда бар жобаларды білдіреді. Бірінші жылы біз 9 миллионнан астам транзакция жасадық. Транзакциялар саны 5 миллионнан асқанда нарықта жаппай қабылдау туралы айтуға болады. Бізде 380 мың әмиян мекен жайы бар. Бізде желіде әртүрлі орталықтандырылмаған қолданбалар бар. Біз сертификаттау аудитін жүргізіп жатырмыз. Certic әлемдегі ең ірі блокчейн және криптовалюта аудиторы. Олар нөлдік нәтижелермен аудит жүргізді. Демек, бұл блокчейнде үзілістер, смарт келісім шарттар бұзылмайды және басқа да оқиғалар болмайды дегенді білдіреді. Және бұл өте сирек кездеседі. Басқа блокчейндерге қарасаңыз, 2-3 нәтижені көресіз. Сіз оларды Skynet сайтында, Certic сайтынан көре аласыз. Біз 80 мыңнан астам кеншілермен, қазірдің өзінде 18 миллион эптің мен таукен жұмыстарын жүргіздік, және 3,2 миллионы бізде бар Бен Explorer көмегімен өңделді. Біздің жеке орталықтандырылмаған биржамыз және CoinMarketCap жүйесіне біріктірілген блокчейніміз бар екенін көруге болады. Бұл сіз жаппай қабылдау кезінде ғана алатын нәрсе, ал бізде бұл бар. Бізде өзіміздің Alperiton көпірі бар. Біздің келісім шарт бойынша өз сиқыршымыз бар. Бізде DAO бар. Формулалық блокчейнге негізделген өнімдер мен технологияларды таратуға арналған орталықтандырылмаған ұйым. Және бұл біздің кім екенімізді, өзімізді қалай ұстайтынымызды және оны нарыққа қалай шығарғанымызды біріктіру арқылы біз криптодан үздік бірінші деңгей жүлдесін алдық. Finance Feeds тың жаңалықтар және үздік бірінші деңгей марапаттары. Сондай ақ дәл қазір менімен бірге көріп тұрғандай бірнеше басқа марапаттар. Неге? Өйткені бізде толығымен орталықтандырылмаған экожүйе бар. Бізде DeFi өнімдерінің тұрақтылығы мен өсуі бар. Бізде жасанды интеллект пен блокчейнді болжау үлгілері бар. Біз жаһандық қабылдауды кеңейтіп жатырмыз. Біз сертификаттау аудит арқылы орталықсыздандыруды күшейтеміз және біз желіге жаңалық енгізіңіз. Бұл мақалада барлығы боялғанын, барлық кезеңдері сипатталғанын көруге болады. Мен мұны әрқашан басқа адамдарға Пертомның не екенін және оның басқалардан неге ерекшеленетінін айтқан кезде көрсетемін. Бұл басқа блокчейндерге де қатысты. Мен мұны көрген адамдардың, вау, бұл барлық салада керемет өнім деп айтатынына әрқашан таңғаламын. Бұл әлемдегі рекордтық блокчейн. Жоқ, бұған еш күмән жоқ. Бұл блокчейн алдағы жылдарда, алдағы 5 жылда әлемдегі ең жақсы блокчейндердің бірі болады. Өйткені бізде экожүйе бар. Сондықтан біз сіз кіріп, бір нәрсені жасайтын бір өлшемді шешім емеспіз. Біз сіз қатысатын шешіміміз. DAO мүшелеріне қосылыңыз және қолыңыздан келгеннің бәрін жасаңыз. Бұл біздің жұмысымыздың ең маңызды бөлігі. Алда әлі талай қызықтар күтіп тұрғанын білемін. Технология, жүйеге енгізілген нәрселер тұрғысынан алда әлі талай қызықтар күтіп тұр. Мен сізге мысал келтірейін. Apertum блокчейнінің қалай қолданылатыны және қазірдің өзінде әртүрлі мақсаттарда қолданылатыны туралы. Енді сіз ерекше бір нәрсені көргіңіз келе ме? Мен саған осыны көрсетемін. Бұл жасанды интеллектке негізделген бағдарламалық жасақтаманы патенттеген компания. Бағдарламалық жасақтамадан бас тарту туралы. Сондықтан бұл жерде сіз ақпаратты жасырып жатқаныңызды білдіретін бас тартуларды көре аласыз. Бұл компания мұны 5 жыл бойы автоматты түрде жасап келеді. Олардың Ernst Young, Siemens, Rain and Kort және T.B. сияқты ірі тұтынушылар бар. Бұл компанияның қазір 100% қауіпсіздікті пайдалануына не себеп болды? Әрбір құжаттағы осы өзгерістердің әрқайсысы енді Apertum блокчейнінде хештелетін болады. Олар сынақтар арқылы Apertum блокчейніне 150 мың транзакцияны тасымалдап үлгерді. Енді келесі 2 аптадан бастап, олар бірінші ірі транзакциясын бастады. Бұл жағдайда Apertum блокчейнімен. Неге? Өйткені олар ISO сертификатына ие. Олар мұны қолмен жасай алатын әлемдегі жалғыз бағдарламалық құрал. Осылайша, клиенттер жылжымайтын мүлікпен, сатып алумен немесе басқа нәрселермен үлкен мәміле жасау кезінде уақыттың 90% және шығындардың 90% үнемдейді. Бұл қазірдің өзінде болып жатыр. Енді мен сізге көрсетемін. Бұл компания өткен жылы құжаттарға 300 миллион өзгертулер енгізген. Енді олар мұның бәрін деректер қоймасына апарып жатыр. Тіпті бұл компаниялар әлемдегі 6 деректер қоймасының қатарына кіреді. Және бұл компания қазір Apertum блокчейніне осы өзгерістердің барлығын енгізіп жатыр. Яғни олар өткен жылмен бірдей әрекетті орындағанда
блокчейнде 300 миллион төленген транзакция орын алады. Енді сіз бұл компанияның не екенін білесіз. Мен сізге нарықта бар тағы 10 компанияны көрсете аламын. Бірақ егер олардың саны 9 миллион емес, 300 миллион болса, онда сіз осы жыл ішінде экожүйемен және оны пайдаланумен не болатынын білетін боласыз. Сондықтан біз бірінші жетістікті атап өткіміз келеді. Бізде рекордтық жыл болды. Мен сізге оны қалай тойлағымыз келетінін көрсетемін. 21 наурызда Зальцбургте конгресс басталады. Сіз қатыса алатын конгресс бар. Енді билеттер болмайды. Менің ойымша, бізде тағы бірнеше билет қалды, бірақ қалғандары сатылып кетті. Сондықтан, бұл жұма және сенбі күндері көптеген технологиялық провайдерлермен, бізде бар көптеген провайдерлермен конференция, сонымен қатар, әрине, дау мерекесі. Бұл біздің ортақ жетістігіміз. Сондықтан, ол жерде кім болатынын көре аласыз. Мен сонда боламын. Бірақ блокчейн саласындағы басқа көшбасшылар мен сарапшылар да сонда болады. Сондықтан, сіз мұны Еуропада, Зальцбургте, Австрияда жасағыңыз келгенде көресіз. Сіздің басшыларыңыз сізді алып кететінін біледі. Оларда әлі де бірнеше билет қалады. Сондықтан біз жолға шықтық. Бірінші жыл керемет болды. Бірақ қазір біз бастаймыз. Біздің іргетасымыз болды. Және бізбен бірнеше жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан барлық адамдар, пациенттер, бұл жай ғана шыдамдылық үшін марапатталады. Дәл осы уақытта 2026 жыл келеді. Сондықтан мен оны асыға күтемін. Брюс, сенімен бірге майданда болғаның үшін рахмет. Мен орталықсыздандыру және жаңа үлкен экожүйені құру үшін күресте әрқашан сенімен бірге боламын. Бұл бейбітшілік үшін, бүгінгі күніңіз үшін көп рахмет. Дирк, бұл үшін көп рахмет. Мен сізге Зальцбургте осы іс шараны өткізуде сәттілік тілеймін. Мен барлығына 10-шы, 11 және 12 сәуірде Дубайда Апертам ұйымдастырған ірі іс шара өтетінін еске салғым келеді. Билеттерді сату қазірдің өзінде басталып кетті. Енді айтыңызшы, неге бұл шараға қатысқыңыз келеді? Қазіргі уақытта осы смарт-боттардың бірін сатып алып, оларды іске қосып, жүктеп салған кез келген адам 2 ваучер алады. Олардың бірі үшіншісіне қатысуға мүмкіндік береді кеш. Платформа Bytex Lift деп аталады. Бұл орталық биржа және Дубайда басқа үшінші тарап платформасын іске қосуға қатысуға мүмкіндік беретін тағы бір ваучер. Бұл оқиға, бұл жаһандық қор ваучері деп аталады. Біз оларды қазір 2000-нан астам адамға бердік. Өкінішке орай, біздің зал бар болғаны 1000 орынға арналған. Сондықтан, бізде әр беттің жоғарғы жағында орын брондаңыз деп жазылған баннер болады. Және сіз кіре аласыз. Және өзіңізге орын брондаңыз. Басты оқиға 11 сәуірде болады. Бүгін сенбі. Бізде бірнеше спикер болады. Дау Ван қауымдастығы бұл іс шараның біз үшін тамаша бөлігін атап өтті. Біз сахнада уақытымызды қоғамдастықтағы бизнесіміздің өркендеуіне көмектескен белгілі бір адамдарды құрметтеуге арнаймыз. Біз адамдар алдында өткізетін спринт акцияларының жеңімпаздарын құрметтейміз. Біз атақтарды атап өтеміз және болашақта Даун Ван жол картасының қандай болатынын үйретеміз. Сонымен қатар, Дирк түсіндіргендей, бұл іс шарада бірнеше қосымша жобалардың өкілдері сөз сөйлейді. Ол қазір Дау Ван бағдарламасына қатысушылардың барлығына ашық. Сондықтан бек офисіңізге барыңыз. Билетті өзіңіз сатып ала аласыз. Ең көбі 4 билет. Міне, жақсы жаңалық. Кірген кезде 2 ваучері бар. Кез келген адам. Басқаша айтқанда, сізде BitX мүшелік ваучері бар. Сізде жаһандық қор ваучері бар. Сіз сатып алуды шешкен кез келген билетке 75% жеңілдік алыңыз. Біз өткізген алдыңғы науқанның бір бөлігі болған. Бір ғана ваучері бар кез келген адам өз билеттеріне 50%-ға дейін жеңілдік ала алады. Мен билеттер сатылымға шыққаннан кейін әр адамды жігерлендіргім келеді. Әрекет ет. Орындар шектеулі. Және, әрине, екінші әрекетке шақыру, барлығының көзінше ақылды бот акциясын пайдалану. Криптовалюта нарықтарында не болып жатқанына қарамастан, бұл бұқа немесе бүйірлік тренд болсын. Мұны көру керемет. Сіз жасанды интеллекті пайдаланған кезде,
блокчейнді пайдаланған кезде және ешқашан ұйықтамайтын криптовалюта нарығында сауда жасағанда және одан шыққан кезде әрқашан құбылмалылықтың қандай да бір түрі пайда болады. Егер сіз нарықтағы кез келген нәрсеге қарасаңыз, оның айына 1%-ға, айына 2%-ға, айына 3%-ға өсетінін көресіз. Бұл уақыт өте келе керемет орташа көрсеткіштер. Және біздің смартботтың қандай жетістіктерге жеткенін көру өте қызықты болды. Мен дәл осы жерде түгендеудің шағын бөлімін қараймын. Жүр, мен мұны бір жаққа қояйын. Мұны көру өте қызықты. Біз өзіміздің ақылды роботтарымызды аю нарығында да, төмен нарықта да, бұқа нарығында да, жоғары нарықта да, бүйірлік нарықта да қараған кезде, біз қазірдің өзінде 19,99 деңгейінде тұрмыз. Соңғы 3 айда. Сондықтан, бұл әсерлі орташа көрсеткіш. Әрине, бұл кепілдік емес. Бірақ алдағы 12 айда, 24 айда, 36 айда және не болатынын көру қызықты болады. Сондықтан, мен барлығына уақыт бөлгендері үшін алғыс айтқым келеді. Міне, әрекет етудің 2 қадамы. Міндетті түрде барып, билетіңізді тезірек сатып алыңыз. Сәуір айында өтетін осы маңызды оқиғаға байланысты бірнеше маңызды хабарландырулар. Сондай ақ үшінші тарап платформаларының көптеген жаңартулары, сондай ақ шынымен басталатын нарықтардың ашылуы болады. Бұл кейбір адамдарды қызықтырады. Біз жаһандық экспансиямен айналысып жатырмыз. Және осы жылы осы мәселеге назар аударамыз. Мен өз тарапымнан Дау-Ван қауымдастығына бізді алда үлкен жыл күтіп тұрғанын хабарлаймын. Апертам қауымдастығына, әзірлеушілерімізге, жасаушыларымызға, Open Plaza, Sports Future және сияқты платформаларды жасаған жігіттерге және технологиямызды пайдаланатын басқа әзірлеушілерге рахмет. Дерк бүгін бөліскендер сияқты. Бұл 2026 жылы үлкен болады. Сізге керемет сейсенбі тілеймін. Қоңырауға жауап бергеніңіз үшін көп рахмет. Мен кездесуді 24 сағатқа ауыстыруға тура келгенін білемін. Дүние жүзіндегі жағдай өте қызық. Сондықтан кейбір түзетулер енгізуге тура келді. Сізге керемет апта тілеймін. Ал Дирк, рахмет. Бүгін маған уақыт бөлгеніңіз үшін өзіңе қамқор бол. Саған рахмет. Өзіңе қамқор бол. Жазу